Сәлеметсіздер ме, сіздермен аяулым. Бүгінгі видеомызда нәрестеге арналған осындай нәскиді тоқып үйренетін боламыз. Мендегі өлшем туғаннан бастап 3 айға дейінгі сәбиге арналған. Егер де сіздерге бұдан басқа өлшем керек болса, ілмектер санын көбейтіп, мына арасын үлкейтіп тоқи берсеңіздер болады. Бұл нәскидің ең оңай тоқылатын түрі. Егер де сіздерге ұнаған болса, ең алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ары қарай тоқуымызды онда бастайық. Қажетті материалдарға келетін болсақ, жіп менде Alize Lana Gold Classic 100 граммда 240 метр. Түстің номерін білмеймін, себебі менде этикеткасы жоқ. Мұнда қалдық жіп болғандықтан содан тоқып жатырмын. Және біз менде 3,5 мм. 0-3 айдағы нәрестеге мен 28 ілмек теремін. Ілмектерді кәдімгі классикалық түрде өте қатты тартпай, осылай теріп шығатын боламыз. Міне мен 28 және бір ілмек артық тердім, яғни 29 ілмек. Ол бізге қазір айландырып қосу үшін қажет болады. Ең бірінші терген ілмегімізді екінші бізге осылай өткіземіз. Және ең соңғы терген ілмегімізді сол ілмектің үстінен өткіземіз де жіпті тартамыз. Міне біздің жаңа терген 29-шы ілмегіміз бізде кетіп қалды. Яғни бізде қазір 28 ілмек қалды. Енді жаңа ілмекті қайтадан орнына қайтарамыз. Ары қарай тоқуымызды бастаймыз. Менде резинка 1/1, яғни міне мынау менде оң жағы осылай тұру керек. Егер де сіздерге мынандай бізде лескасы бар, бізге ыңғайсыз болса, онда кәдімгі 5 бізбен тоқсаңыздар болады. Бірінші оң ілмек, одан кейін теріс ілмек, оң, теріс ілмек. Енді ары қарай осы резинкамызды 23 қатар болғанша жалғастыра береміз. 23 қатар тоққаннан кейін мен сіздермен қайта жолығып, ары қарай не істеу керегімізді көрсететін боламын. Міне 23 қатар тоқылды, енді ары қарай 5 қатар жай оң ілмектермен тоқып шығамыз. Оң ілмектермен тоқимыз. Міне 5 қатар оң ілмектермен тоқып шықтым. Енді бізге өкшесін шығару қажет. Ол үшін қазір міне мынау бізде қатардың басы. Ілмектерді 2-ке бөлеміз. Яғни менде 28 ілмек, бір жағында 14 ілмектен айналады. Енді өкшесін тоқу үшін міне мынау қатардың басы, осы жақтағы ілмектерді, осы біздегі ілмектерді соңына дейін тоқимыз. Осы жерден екінші жағына айналамыз. Бірінші ілмекті аламыз да ары қарай теріс ілмектермен тоқимыз. Екінші қатар. Енді оң ілмектермен үшінші қатар. Осылай біз 9 қатар тоқып шығамыз. Егер де өлшем үлкен болса, сіздерде 11 не болса, 13 қатар тоқсаңыздар болады. Бізде қатар тақ болу керек. 9 қатар тоқимыз, сосын сіздермен жолығамын. Міне 9 қатар тоқыдым. Енді бізге мына сияқты өкшесін шығару қажет. Ол үшін қазір бізде 10-шы қатар болады. Мына ілмектерді 3-ке бөлеміз. Менде 14 ілмек болғаннан тең бөлінбейді, сондықтан екі жақ шетіне 4 ілмектен, ортасына 6 ілмек және мына жағына 4 ілмектен бөлетін боламын. Олай болса, қараңыздар, шеттің ілмегін тоқимыз. Яғни бірінші шеткі ілмекті алдық, одан 2, 3, 4. Бұл бір жақ шеттің ілмегі. Енді ортаңғы ілмекті тоқимыз. Ортада бізде 6 ілмек аламыз дедік. Яғни 1, 2, 3,
4, 5. Енді ар жағында міне бізде 5 ілмек қалды. 6-шы ілмектің ортаның ілмегі. Оны мына ілмекпен қоса, шеттің бір ілмегімен қоса, екі ілмекті бірге теріс ілмек етіп тоқимыз. Осы арадан айналамыз. Мына ілмекті аламыз тоқымай. Осылай. Бұл бізде ортаңғы ілмектің бірінші ілмегі. 2, 3, 4, 5. Енді мына жақтан шеткі ілмекпен мына ортаңғы ілмектің соңғы ілмегін бірге тоқимыз. Міне. Осы арадан қайтадан айналамыз. 2, 3, 4, 5. Келесі мына жерде ортасы міне көрініп тұр, ашық болып тұрғаны. Екеуін бірге 6-шы ілмекті тоқимыз. Міне 2, 3, 4, 5. Одан кейін 6-шы ілмекпен жанындағы бір ілмекті бірге тоқимыз. Осылай мына жанындағы ілмектер біткенше тоқып шығамыз. Міне мына бізде соңғы қатар. Соңғы ілмекті бірге осылай алып тоқимыз. Бізде екі жағында да ілмектер бітті саны. Енді ары қарай бізге жағындағы 4 ілмекті қайтадан теріп алу керек. Ол үшін міне осылай аяқтадық. Енді мына жерде шеткі ілмектерден біз өзіміздің 4 ілмегімізді теріп аламыз. 1, 2, 3, 4. Теріп алдық. Енді ары қарай тоқуымызды жалғастырамыз. Яғни мына ілмектерді тоқып шығамыз. Мына біздегі ілмектерді тоқып шықтық. Енді мына жақ екінші жағынан дәл солай ілмектерді теріп алатын боламыз. Шеткі ілмектерден 1, 2, 3, 4. Міне, бізде қатарымыз осы арадан аяқталады. Енді ары қарай оң ілмектермен осы бас жағын тоқи береміз. Міне, бізде ілмектер осылай болды. Мына жерде 4 ілмектен кейін мына жерде қатар бізде аяқталады. Мұнараға маркер қойып қойсаңыздар да болады. Бізде бір қатар тоқылды. Енді ары қарай мына арасын міне осы адам мына ілмектерді жапқанға дейін тоқитын боламыз. Менде ол 22 қатар. Осылай айландыра, енді сол 22 қатарды тоқимыз. Яғни ол 5-6 сантиметр болады. Содан сіздермен қайта жолығатын боламын. Міне мен 22 қатар тоқыдым. Қатарды санағанда мына арадан бастап, ең бірінші қатардан бастап бұлай санаймыз. Енді ары қарай бізге қысқарту қажет. Міне менде соңы. Менде ілмектер саны 4-ке бөлінеді. Яғни 28 ілмекті 4-ке бөлеміз. Сонда әр бөлікте 7 ілмектен айналады. Енді қысқартуды бұлай жасаймыз. 3, 4, 5 ілмек тоқимын. Менде 7-ге бөлінеді дедім. 7-тен болады дедім ілмектер саны. 2 ілмекті бірге. Ары қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 2 ілмекті бірге. Қайтадан дәл соны қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, тағы 2 ілмек бірге. Мұнда 1, 2, 3,
4, 5, 2 ілмек бірге. Міне бізде бір қатар қысқарту жасадық. Енді ары қарай осыны қайталай береміз. Әрбір қатарда қысқарту жасаймыз. Жаңа 5 ілмек тоқысақ, енді 2, 3, 4 ілмек тоқимыз да, одан кейінгі екеуін бірге қысқартамыз. Осылай, осы қатарда 4 ілмек, одан кейін 3 ілмек, одан 2 ілмек, солай ең соңында 4 ілмек қалғанға шейін тоқимыз. Егер де сіздерде ілмектер саны 4-ке бөлінбесе, онда біреуінде мысалы 7, екінші бөлікте 8 бола берсе түк етпейді. Соңында менде осылай 4 ілмек қалды, міне. Енді осы 4-еуін 2-2-ден бірге тоқып қысқарта саламыз. Міне 2 ілмек қалды бізде. Осылай 2 ілмек қалды. Енді екеуін 1 ілмек етеміз. Ол үшін мына ілмекті ілмектің үстіне бүйтіп өткізе саламыз. Болды. Енді мына жіпті қия берсек болады. Жіпті қиып тастадым. Міне қысқартуымыз осындай болып шықты. Міне 4 жерден қысқартқан 4-еуі тұр. Енді мына жіпті ішіне қарай жасырамыз да, ары қарай нәскиімізді жуып кие берсек болады. Егер де сіздерге осындай нәски ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздермен болған аяулым, келесі видеоларда жүздескенше.